түлектеріміз мектеп қабырғасынан қанаттарын қағып ұшқалы тұр. Жыл қорытындысы түлектер шеруі атты мерекелік іс-шарамызға қош келдіңіздер. Салтанатты сәтті пайдалана отырып, ғылым мен білім саласына өлшеусіз үлесін қосып жүрген жандарға ыстық ықыласымызды білдіреміз. 19 оқу озаты бар. Исмағұлов Дәулен, Түркия мемлекетінде Стамбул қаласында өткен халықаралық жасөспірімдер арасында кикбоксингтен әлем кубогында әлем чемпионы. Абиш Ади Алматы қаласында математик пәнінен Жолдасбеков атындағы халықаралық математиктер арасындағы жоба сайысының жеңімпазы. Арыс Айзере, Өскемен қаласында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ғалым және жастар табысты болашағы сенімнің кепілі. Уәлиханова Тоғжан, республикалық ғылыми жоба конкурсының жеңімпазы. Бадырбек Ерасыл, великий философы мира халықаралық жоба сайысының жеңімпазы. Алтынбек Аружан, 21 ғасыр дарындылар атты республикалық жоба жеңімпазы. Жылқыбай Бексұлтан, футболдан республикалық Аяужан, республикалық Дала әуені атты балалар мен жасөспірімдер арасында шығармашылық байқаудан аспаптар жанр бойынша жүлдегері. Түркия мемлекеті Стамбул қаласында өткен халықаралық өнер фестивалінің жүлдегері. Еркінбай Нұрислам, 21 ғасыр дарындылар атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының жеңімпазы. 20 оқу озаттары бар. Мақұлбек Дулат, Артфест республикалық оқушылар шығармашылық байқауының жеңімпазы, бейнелі өнері бойынша облыстық байқаулар жеңімпазы. Қабылан Диана, ағылшын тілі пәнінен республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінің 2-ші орын жеңімпазы. Сұлтанбек Жәнібек, информатика пәнінен республикалық олимпиада қалалық кезеңінің 1-ші орын жүлдегері. Рахман Арайлым, құқық негіздері пәнінен республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінің 1-ші орын жеңімпазы. Ұлы дала ұрпағы өнер мен білім байқауының көркемсөз жанр бойынша 1-ші орын жүлдегері. Туманова Аида, баскетболдан спорт шеберлігіне үміткер, бірнеше дүркін қалалық облыстық чемпионаттардың жеңімпазы. Олимпиаданың 2-ші дәрежелі жеңімпазы. Пернебай Жанел, елбасы медалі жобасының қола және күміс медаль иегері. Жаппархан Рауан, орта бизнес мектебінің баста мен 19 легіндегі бизнес жоспарлау және маркетинг құралдар сабағын сәтті аяқтаған үшін марапатталған. Алғатқызы Жаннайлы, оқу озаты химия пәнінен республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінің 3-ші орын жеңімпазы. Алтын белгіге үміткер. Ескермен Саяужан, оқу озаты үздік аттестатқа үміткер. Ерболат Назерке, оқу озаты үздік аттестатқа үміткер. Ерікті Шри-Ланкадағы балаларға көмектесетін халықаралық Ефрейм еріктілер ұйымының мүшесі. Арғынбай Нұрлыбек, Оңтүстік футбол академиясы спорт клубының ойыншысы. Қалалық республикалық халықаралық жарыстардың жеңімпазы, елбасы медалінің қола иегері. Tapıngan balap panim, iya дағы
деген мектепте алғаш есік ашқаннан құсы деген қолыма ең алғашқы әліппе түстім арман жолына 42 әріпте толы болған қызыққа туған енді оям құра химиям ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз күлім қалқан класстас шынымен ұшақтан қыз естен кетпес көктемім жүрегімнің жыр әні ақын біздің мектебім бақытымның тұрағы Сіздерді бүгінгі мына үлкен өмірге қадам басуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы оқу жылының соңын біздің мектебіміз 3593 оқушымен аяқтап отыр. Жаңа өзіңіздер көріп отырсыздар, 128 түлек қанат қағып ұшқалы отыр мектебімізде. Олардың ішінде алтын белгі иегері, бір оқушы, үздік аттестат иегері 17 оқушы. Жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, балалар шыққан кезде ауыз толтырып айтатын балаларыңыздың осы 11 жыл бойы тер төккен еңбектерінің жемістерін, нәтижелерін, жетістіктерін біздің жүргізушілер айтып отырды. Оған барлықтарыңыз куәсіздер. Атап айтсам, мына оқушыларды биылғы оқу жылында нақты Адиш Алиді айтқым келеді. Жолдасбеков атындағы халықаралық зерттеу, ғылыми зерттеу конкурсының 2-ші орын иегері. Қуаныш пен қимастықтың алауы шәкірт үшін әр уақытта сақталар жетекшінің езу тартқан жанары. Сыныбымыз бірлікпенен ұйысқан, теріскейден жақсыға бет бұрысқан. Арун апай өзіңіздің арқаңыз, көрсете білген әр уақытта нық ұстам. Соңғы кезде бүгін уақыт сулап өтті, енді алмаймыз өмірде баға беспен тұрды. Қоштасып өзіңнен шашығып көзімнен, алғашқы махаббатымды таптым өзімнен. Әрбір қызықты күнді қатты сағынамын, әрбір қабырғаңа есімде қырып жазылғаны. Алтын аям білім ордайсың, ешқашанда ұмытылмасың. Маған жетелеп апарғаның есімде, енді болдың бәрін түсінгенде. Шықпаған есебімді, салмаған суретімді, көремін еске алып сол кезімді. Жетелеп апарғаның есімде,
қиын қол болған жаңа өмір басталар жаңа қадам қош бол дүниям сені қалайша қиям қол болған жаңа өмір басталар жаңа қадам шуақ шашады сабақ есімде соңғы парта екінші ата-анамыз үйретті қалдырмай артта маған қымбат қалам маған қымбат бұйым қаншама шаштарыңызды ағартты мына қара бала үлкенге жол бер бірінші өзің амандас балам қалдырмай сабақтан кейін үйге бар қайта қайтарғым келеді сәби күні кешегі ұмытпайтын ыстық ұям алтын бесігі мам жетелеп апарғаның есімде енді болдым бәрін түсінгенде шықпаған есебімді салмаған суретімді күлемін еске алып сол кезімді жетелеп апарғаның есімде енді болдым бәрін түсінгенде шықпаған есебімді салмаған суретімді күлемін еске алып сол кезімді қош бол дүниям сені қалайша қиям